Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің студенттері таныстыру тәжірибесімен пресс-тур аясында су ресурстары маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің мұражайына барды. Болашақ мамандар өңірдегі ең ірі сумен жабдықтау және су бұру кәсіпорындарының бірінің тарихымен танысып, саланың ондаған жылдар бойы қалай дамығанын көрді. Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің су ресурстары және суды пайдалану білім беру бағдарламасы бойынша бірінші курс студенттеріміз. Олар бізде осы су ресурстары маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің музейіне келіп, оқу танысу тәжірибесінен өтіп жатқан жайы бар. Бұларда бұл музейде қазіргі бұлардың танысып жатқаны осы біздің мекеменің жұмыс барысы бойынша, мысалы, сумен қамтамасыз ету және су әкету жүйелері бойынша үлкен мәліметтерді алып жатырмыз. Сонымен бәрін таныстырып жатырмыз. Экскурсия студенттерге облыстағы су шаруашылығының даму жолын, алғашқы технологиялардан бастап бүгінгі күні тұрғындарды сапалы ауыз сумен қамтамасыз етіп отырған заманауи шешімдерге дейінгі кезеңді зерделеуге мүмкіндік берді. Біз бүгін су ресурстары маркетинг музейіне келдік. Біз бүгін ең алдымен көзімізге түскен зат құмыранды шығыр болды. Бізге экскурсия жүргізген кісі бізге әпкіштен бастап қазіргі замандағы соң шыққан технологияларға дейін таныстырып бізге көрсетті, бізге ұнады. Экологиялық қауіпсіздік мәселелеріне және кәсіпорынның өңірдің тұрақты дамуына қосып отырған үлесіне ерекше назар аударылды. Кейін пресс-турға қатысушылар смарт маман оқу орталығына барып, жұмысшы мамандықтар бойынша кадрларды даярлаудың заманауи әдістерімен танысты. Бүгін смарт маман оқу орталығында Мұхтар Әуезов атындағы университеттің суды пайдалану және су ресурстары мамандығы бойынша бірінші курс студенттері келген болатын. Оларға біз пресс-тур кезінде барлық су ресурстары жайлы информациялар айтқан болатынбыз. Су бұру және канализация жүйелері жайлы оборудованияларды айтқан болатынбыз. Орталық 2019 жылдан бері жұмыс істеп келеді және сұранысқа ие мамандықтар бойынша кадрларды оқыту, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттырумен айналысады. Мұнда білім беру бағдарламалары теория мен тәжірибені ұштастырады. Бұл тыңдаушыларға тек білім алып қана қоймай, қажетті кәсіби дағдыларды да меңгеруге мүмкіндік береді.